Қайырлы күн, құрметті оқырмандар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге арнап жұмыс барысынан осындай қызықты видео түсірдім. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Тоты әпке бізде осындай құрақ түрін тігіп жатыр. Мұнда екі түстен үйлестіріліп тігіліп жатқан құрақтың түрі ақ және сары алтын түстес. Өте әдемі құрақ түрі болып келеді. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай, сондай өте әдемі қолөнердің бірі. Осындай әртүрлі маталардың қиындыларынан құралып тігілетін құрақ. Сіздерге де осындай жұмыс ұнайды деген ойдамын. Видеоны соңына дейін қарап, қолдап отырсаңыздар болады. Келесіде бізде Қалима әпке тағы да бір құрақ түрін тігіп жатыр. Мұнда түс үйлесімі ақ және сұр түстен болып келеді. Осы құрақ түрін білетін болсаңыздар, қалай аталатынын комментарийға жаза отырыңыздар. Қазір сіздерге құрақтың толық тігіліп біткен түрін көрсететін боламын. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып шықты. Қазір жан-жақтарын кесіп, толықтай дайындайтын боламыз. Келесіде бізде Алия әпке сол құралып тігілген құрақтардан толықтай көрпешенің тұсын біріктіріп тігіп шығады. Мұнда қоңыр түстен тігіліп жатыр. Дизайны мүлде басқа, ою да, жаңағы құрағы да басқаша болып келеді. Бұл бізде клиенттің тапсырысы. Қазір сіздерге жайып көрсететін боламыз. Біздің каналымызға жазылып, барынша қолдап отырыңыздар. Сіздерге қазір толық көрсетеміз, ашып. Бұл бір көрпешенің беті дайын, яғни тысы дайын болып қалды. Осы дайын болған тысты үтіктеп, ішін таза мақтаға толтыратын боламыз. Бәрі қолмен өрнектеп тігілетін болады. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып шықты. Әр түрлі құрақтардан құралған осындай көрпешенің тысы болып шықты. Түсі де сондай үйлесімді. Мұнда бізде Халида әпке осылай жастықтардың тұсын тігіп жатыр. Сол дәл жаңағы қоңыр түстен тігіліп жатқан жастық тұстары. Бұдан бірнеше осындай тұстар тігілетін болады. Сіздер де тапсырыс берсеңіздер болады. Осы видеоның астына Instagram парақшамызды және телефон номерімізді қалдырамыз. Хабарласыңыздар, барлығын сіздерге қандай дизайнда болатынын түсіндіріп айтатын боламыз. Өте сапалы, көріп отырғандарыңыздай өте сапалы болып тігіліп шығады. Бізде мұнда келесіде қаршын тігіліп жатыр. Бұл жұмсақ қаршын түрі. Қаршынның не екенін білмесеңіздер, сұрақ қойыңыздар, біз сіздерге барынша жауап береміз. Қаршынға жаңағы әртүрлі жазулар жазуға да болады.
келесіде сіздерге толығырақ түсіретін боламыз.